Баршаңызға кайырлуу күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы. Бүгін сіздерге дайындап көрсететінім қаттама нан, немесе пәтір нан деп аталады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бір жұмыртқамызды жарып аламыз да, бір шай қасық тұз, әрі бір шай қасық қантымызды салып, артынан 200 мл сүтімізді құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Артынан бөлме температурасында тұрған қаймағымызды салып, мұны да жақсылап бір араластырып аламыз. Міндетті түрде електен өткізген ұнымызды қосып, әрі артынан бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосып, бірінші кезекте қасықпенен бірінші араластырып аламыз. Қасығымызбен араластыру қиынырақ түскенде, қолымызбенен нанымызды илейтін боламыз. Нанымыз қатты, жұмсақ та болмау керек, немесе өте қатты да болмау керек. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Арасында нанымызды бір қайырып басып қойыңыздар. Жақсылап иіні қанған қамырымызды алып, 4 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлік нанымызды да доңғалақтап басып дайындап аламыз. Тақтайымыздың үстіне ұн сеуіп, немесе жүгері крахмалын сеуіп, қамырымызды жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алғаннан кейін арасына ұн сеуіп, осылай орап бір шетке қоя тұрамыз да, қалған барлық қамырларымызды да жұп-жұқа қылып жайып дайындап аламыз. Барлық қамырларымызды жайып дайындап алғаннан кейін ортасына сары май менен күнбағыс майын араластырып, қамырларымыздың арасына жағып, бірінің үстіне бірін орналастыратын боламыз. Барлық қамырларымыздың бетіне майымызды жақсылап жағып алғаннан кейін, шетінен рулет тәріздес қылып ораймыз. Қамырымызды осылай орап алғаннан кейін пергамент қағазы төселген противенімізға салып,
Бетін салафанмен жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. Он минуттай уақытымыз өткеннен кейін осылай қолымызбен басып жұқартып алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жақсылап жағып, әрі күнжутымызды сеуіп, әрлеп, алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге шамамен 25 минуттай пісіріп аламыз. Міне осындай әп-әдемі қып-қызыл қылып пісіріп аламыз да толықтай суытамыз. Өте дәмді әрі жұмсақ қаттама қатпарлы нанымызды сіздер де жасап көріңіздер. Құрметті менің көрерменім, бүгінгі менің көрсеткен видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Әрі келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін де басып қойыңыз. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі жаңа видеомда, жаңа күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар.